Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өте ерекше жіңішке қамыр кадаиф немесе катаифи қамырын дайындаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Катаифи қамыры шығыс елдерінде қатты танымал. Одан әртүрлі тәттілер дайындауға болады. Қазір дүкендерде бағасы қымбат, үйде жасап алу өте оңай әрі жеңіл. Сондықтан осы рецепті сіздерге ұсынамын. Бізге 380 мл бөлме температурасындағы су, 180 грамм ұн, 100 грамм кукурузный крахмал және 25 грамм иісі жоқ өсімдік майы қажет болады. Барлығын дайындап алғаннан кейін таза ыдысымызды алып, ұн мен крахмалды едектен өткізіп аламыз. Ұнымыз бен крахмалдың үстіне тұз, иісі жоқ өсімдік майын және су қосып, блендермен жақсылап араластырамыз. Блендермен өткізу артық түйіршіктердің қалып кетпес үшін және біркелкі болу үшін міндетті түрде қажетті болып саналады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде сұйық қамыр болу керек. Құймақтың қамырындай сұйықтықта болады. Ешқандай түйіршіктердің, қамырлардың, артық ұндардың ішінде комок болып қалып кетпес үшін міндетті түрде осындай едектен өткізіп аламыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, 10-15 минутқа бөлме температурасында қалдырып қоямыз. Сол кезде қамырымыз жақсы созылмалы болып шығады. Катаифи қамыры өте жіңішке, жіп тәрізді болу үшін біз кондитерский мешокты алып, осы мешокқа қамырымыздың жартысын құйып аламыз. Бұл бізге жаңағы сығуға ыңғайлы болу үшін тек қана жартысын құйып аламыз. Қалған бөлігін пищевая пленкамен қайтадан бетін жауып қойып қоямыз. Кондитерский мешокты айналдырып буып, пришивкамен қысып қоямыз. Катаифиді мен сковородкада дайындайтын боламын. Катаифи қамырын асты жабыспайтын покрытиесі бар сковородкада дайындаған дұрыс. Алдымен сковородканы қыздырып аламын. Еш нәрсемен сковородканы майламаймыз. Кондитерский мешоктың ұшын кішкене ғана етіп кесіп аламыз. Себебі бізге өте жіңішке жіп секілді қамыр болу керек. Ағып кетпей ыңғайлы болып тұру үшін мен өзіме осындай шұңғыл ыдыс дайындап алдым. Катаифи қамырын сковородканың ортасынан бастаймыз және шетіне қарай айналдыра отырып, видеода көрсетілгендей етіп, 1-2-3 қайтара қамырымызды құйып аламыз. Кондитерский мешокты сковородкаға жақындау етіп ұстасаңыздар, жіңішке болып шығады және арасы үзіліп кетпес үшін жылдамдықтарыңызды қамырларыңызға байланысты реттеп отырасыздар. Қатты жылдам да болып кетпеу керек, қатты баяу да болмау керек. Бір орташа жылдамдықты ұстап отырасыздар. Қамырды сковородкада көп ұстап тұрмаймыз. Қамырларымыз, катаифи қамырлары тез-тезден дайындалатын болады. Міне осындай басында қаттылау болып шығады, кейіннен тұрғаннан кейін жұмсарып кетеді. Қамырды толығымен барлығын пісіріп болған біраз уақытты алады, бірақ бұның нәтижесі өте керемет болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жіңішке, дәмі де өте керемет катаифи қамырының. Дәл қазір трендте болып жатқан дубайский шоколадты жасауымызға да болады осы қамырмен. Әртүрлі шығыс халықтарының тәттілерін дайындауға болады. Сковородканың түбінде қалдықтарын қалдырмай түгел алып тастайтын боламыз. Дайын болған катаифи қамырларын шетінен, дайын болғандардың шетінен сүгімен жауып қойсаңыздар болады. Беті қатып кетпес үшін сол кезде өзінің жұмсақ қалпын сақтап тұратын болады. Катаифи қамырын сковородкада артық ұстамаймыз, қызартпаймыз. Тек осындай шеті өзінің босай бастаған кезінде бірден сковородкадан аламыз. Дәл осы айтқандарымдай ары қарай жалғастырып, толығымен катаифи қамырын пісіріп аламыз. Өзі де ұзақ піспейді, 15-20 секундта бір
партиясы пісіп болатын болады. Міне біздің өте жіңішке жіп секілді катаифи қамырымыз дайын болып шықты. Нәтижесі өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Дайын катаифи қамырларын біз пакетте, морозильникте сақтайтын боламыз. Кез келген уақытта қажет болған кезінде алдымен тоңазытқышқа шығарып қойып, өз қалпына келгеннен кейін қолдана беретін боламыз. Келесі видеоларда дәл осы қамырдан дубайский шоколад дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жазылып кетіңіздер каналға. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.